Біреулерге Құдай бәрін береді. Байлық та бар, алтын, гауһар, інжу маржан бәрі бар. 4 құбыласы сай. Бірақ иман жоқ. Ең сорлы адам сол. Бір кем дүние. Әуелі адам болсаң, өзіңді біл. Кісіге сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар. Қай жаста не істейтін кезіңді біл. Ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда? Бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда? Ішіне адам кірмесе, сарайыңнан не пайда? Араласып жүрмесе, ағайыннан не пайда? Сенбесе ақталма, көрмесе мақтанба. Бермесе өтінбе, жеңбесең өкінбе. Бар болса тасынба, жоқ болса ашынба. Бар ғажап асылда. Үмітің серігің, ақылың көрігің, ешқашан қамықпа. Соққан жел қайта оралып, кешірім сұраса да, сынған бұтақ сынған күйінде қала береді. Бұтақта отырған құс еш уақытта құлаймын деп қорықпайды. Өйткені құс бұтаққа емес, өзінің қанатына сенеді. Аллаға тәуекел етіп, сіз де өзіңізге сеніңіз. Қолыңнан келмейтін істі Алла тағала ойыңа салмайды. Сенен керегі тек әрекет, нәтиже Алладан. Алатын кезде ал қосып, беретін кезде артта бұғып қалатын. Алғанымен бергенін жіпке тізіп, санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Тәуекел етіп ұнайтын кәсібіңізбен айналыспасаңыз, тәуекел еткеннің қол астында жұмыс жасауға міндеттісіз. Бәріміз бір адамның баласымыз. Жігіттер бір-біріңе қарасыңыз. Өмір деген 5 күндік кетер өтіп, атаң барған орынға барасыңыз. Жақсы адам сөзді түсінсе, сөздің сырын іздейді. Жаман адам сөзді түсінсе де, сөздің шірігін іздейді. Сынбаймын деген пиала тасқа да түссе сынбайды. Мезгілі жеткен құмыра құмға да түссе қирайды. Жігітке арман жеткізіп беді, өз сорын өзі жеңбесе. Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес ендеше. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам ызалана алмаймын, күлсем қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдекімдікі. Аңшы қанша айла білсе, аю сонша соқпақ біледі. Еріншекке есікте тау көрінеді, жалқауға бұлт та ауыр көрінеді. Ақылмен арыстан ұстауға болады, күшпен тышқан да ұстай алмайсың. Сөздің өзінде кінә жоқ, мәселе айтушыда. Біреу оны мұзға ұнатып жеткізеді, біреу тұзға ұнатып жеткізеді. Енді біреу жүрегінің жылуына бөлеп жолдайды. Қанша жақсылық жасасаң да, қадіріңді түсінбейтін, еңбегіңді бағаламайтын адамға өкпелеудің де қажеті жоқ. Өйткені оның ой өрісінің жеткен жері сол. Бала бетімен кетсе, ата-анасын ұмытады. Әйел бетімен кетсе, күйеуінің барын ұмытады. Ағайын күлкін қайда, назың қайда? Жарасқан бір-біріңе әзіл қайда? Қалған көңіл шыққан жан деген дейін, шынымен енді қайтып жазылмай ма? Бал арасы бал береді, шағатынын ұмытпа. Ит соңыңнан ереді, қабатынын ұмытпа. Асау атта көнеді, тебетінін ұмытпа. Өмір бір-ақ рет беріледі, сөнетінін ұмытпа. Байлық жақсы екені елге мәлім. Өзің істеп әдет қыл, келсе халің. Қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Ойлы бастық ұқыпты қызметкерді адам етеді. Ойсыз бастық
оқып келген маманды надан етеді. Адамдар кітап секілді. Бір кітап сыртындағы әдемі көрінісімен өзіне тартса, екіншісі ішіндегі мазмұнымен ойландырады. Тіліңіз шықпаған кезде сізді түсінген анаңызға сіз мені түсінбейсіз деп айтуға хақыңыз жоқ. Ақыл өлсе, даналық кетеді. Жүрек өлсе, мейірімділік кетеді. Ар-ождан өлсе, барлығы кетеді. Адамның шашқан емес тергені, алғаны емес бергені қалады. Таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбесең, жеңдім дей бер. Бұқсаң сұқты, тығылсаң тықты, именсең езді, өлдім дей бер. Су шықпас қазғанменен тау басынан, қазақтың дау кетпейді сау басынан. Жолдасы сыр айтысқан жау боп шықса, ер жігіт жаңылады тәубасынан. Батыр боп жауға найзаң тимесе, батырлықтан не пайда? Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, байлығыңнан не пайда? Әділ кісілердің досы көп болмайды. Өйткені олар жағымпаздануды білмейді. Шапаның алтын болса да, жағаменен жең керек. Ұлың патша болса да, ағайынмен ел керек. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.